Ертеде орманда бір әдемі үйшік болған екен. Ол үйшіктің қасына тышқан келген екен. Мына сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады? Деп тышқан сұрағанда, оған ешкім жауап бермейді. Тышқан үйшікке қызығып, үйшікке өзі кіріп тұрады. Үйшікке кіріп тұрғаннан кейін арада уақыт өткеннен кейін қоян келеді. Қоян келіп, мына үйшікте кім тұрады? Деп сұрағанда, оған тышқан жауап береді. Мен шиқылдауық тауықпын. Ал сен кімсің? Деп сұрағанда қоян, мен қорқақ қоянмын. Деп жауап береді. Осылайша ол да үйге кіріп алады. Одан кейін үйшікке қоян кіргеннен кейін қоян да үйшікке кіріп тышқанмен бірге тұрады. Сәлден соң бақа келеді. Бақа бақылдап, мына үйшікте кім тұрады? Деп сұрайды. Сонда оған, мен шиқылдауық тышқанмын, ал мен қорқақ қоянмын. Деп жауап береді. Ал сен кімсің? Деп сұрағанда, мен бақа кіріп кеткеннен кейін түлкі келеді. Түлкі келіп, мына сүп-сүйкімді үйшікте кім тұрады? Деп үйшікке қарап сұрайды. Үйшіктің ішінен, мен шиқылдауық тышқанмын, ал мен қорқақ қоянмын, ал мен бақылдауық бақамын. Сен кімсің? Деп сұрағанда түлкі, мен қу түлкімін, сендермен бірге тұрайыншы. Солай түлкі де осы үйшікке бірге тұрады. Содан кейін үйшіктің қасынан қасқыр өтеді. Қасқыр, мына үйшікте кім тұрады? Деп үйшіктен қарап сұрағанда, үйшіктің ішіндегі жануарлар жауап береді. Мен шиқылдауық тышқанмын, ал мен қоянмын, ал мен бақылдауық бақамын, ал мен қу түлкімін. Деп айтады. Сен кімсің? Деп сұрағанда, ал мен аш қасқырмын, мен де сендермен бірге тұрайыншы. Деп қасқыр да сүп-сүйкімді үйшікке кіріп тұрады. Уақыт өткеннен кейін үйшіктің жанынан қорбаңдап аю өтеді. Аю келіп, мына сүйкімді үйшікте кім тұрады? Деп сұрағанда, аюға үйшіктің ішінен тышқан жауап береді. Мен шиқылдауық тышқанмын, ал мен қорқақ қоянмын, ал мен бақылдауық бақамын, ал мен қу түлкімін, ал мен аш қасқырмын. Сен кімсің? Деп сұрағанда, аю оларға қарап, мен қорбаңдаған аюмын, осы үйшікте сендермен бірге тұрайыншы. Деп осы үйшікке келіп
тышқан, қоян, бақа, түлкі және қасқыр тұрған үйшікке бірге келіп тұрады. Кенеттен үйшік аюды көтере алмай құлап қалады. Аю бұл әрекетін ұялып кетіп, мен сендерге үйшік істеп беремін деп уәде береді. Кейін аю ол үйшікті істеп болады. Аю осылайша барлығына үй істеп беріп, тышқан, қоян, бақа, түлкі, қасқыр және аю барлығы бақытты өмір сүреді.